осы академиялық департаментіміз қысқы мектеп аясында силабустарды жетілдіру, құрылымын жетілдіру негізінде осындай семинар практикум өткен болатындығын. Осы практикумның негізінде біраз профессор оқытушыларымыз көптеген ақпарат алып, білім берудің инновациялық жағдайын көтерді. Оқу мен тәрбие үрдісінде елеулі өзгерістерге алып келді. Себебі білім беру парадигмасы өзгеруіне байланысты қазіргі таңда жаңаша көзқарас, жаңаша қарым-қатынас, жаңаша білім беру мазмұны да өзгеруіне байланысты қазіргі таңдағы біздегі оқытушы профессорлардың осы инновациялық әдіс-тәсілдерді, сонымен қатар силабусты құрудағы жаңа құндылықтар мен құзыреттіліктерді, дағдылар мен әдіс-тәсілдерді меңгеруі қазіргі таңда маңыздырақ болып тұр. Соған байланысты бұл қысқы мектеп өте пайдалы болды. Біздің профессор оқытушыларымыз көптеген ақпараттарға жетік меңгерді. 2025 жылы оқу жылында қысқы мектеп аясында силабус құрылымын жетілдіру семинар практикум өткізілді. Яғни семинар 8-9 қаңтар күндері бізде семинар офлайн форматта болды. 22 қаңтарға шейін ол онлайн форматта жалғасты. Барлық мұғалімдер, яғни силабус жасауды меңгерді деп ойлаймыз. Қызығушылық танытты, олардың мотивациясы оянды силабус жасауға байланысты. Жалпы семинар өте жоғары дәрежеде ұйымдастырылды. Ұйымдастырушыларға рахмет. Оқытушылардың қызығушылығын тудырды. Қазіргі уақытта оқытушылар барлығы осы силабусты аяқтап, жүктеп, өздерінің жұмыстарын аяқтап жатыр. Академиялық департаменттің ұйымдастыруымен осы силабустар дайындау апталығы өте жақсы, өте жоғары деңгейде өтті деп есептеймін. Себебі оқытушыларымыз тек қана силабусты дайындаумен қатар білім беру бағдарламасымен де тереңінен танысып, оның ішкі мәні қандай екенін үйренді. Біздің былтырғы жаңағы финдік білім беру бағдарламасының аясында алған бүтін білімдерімізді біздің де оқытушыларымызбен бөлісуге жақсы бір себеп болып деп есептеймін. Академиялық департаментке сол үшін үлкен рахметімізді айтқым келеді. Алда да осындай іс-шаралар өте берсе, біз үшін өте жақсы, тиімді болады деп есептеймін. Оқытушылар үшін де жан-жақты білімін жетілдіру үшін үлкен бір жетістік деп есептеймін. Мен өзім осы қысқы мектептің бірінші академиялық бағытында силабустың жаңа құрылымын жетілдіру тақырыбында өзім тренерлік қызмет атқардым. Ол бағытта жалпы біздің оқытушы педагог құрамдарының педагогикалық және әдістемелік кәсіби құзыреттігін жетілдіру мақсатында ұйымдастырылды. Ол жердегі біздің мынау силабустарымыз қазіргі заман талабын қанағаттандыратын инновациялық әдістерді негіздеу және бағалаудың өлшемдерін жетілдіру негізінде жасалған болатын. Біздің қысқы мектеп өз жемісін, нәтижесін берді. Оны өздеріңіз білесіздер, жылдан жылға бұның бір ерекшелігі бұл бағытта біздің тыңдармандарымыздың қатары көбейіп жатыр және бізді бұл тыңдаушыларымыздың қысқы мектепке деген оң пікірлері, яғни өздеріне бір жаңа бір идеялар алып жатыр, ол идеяларды өрбітуге бір шабыттардың келуі бізді қуантатын жағдай.